Пидомесім тұр қазір жанымда. Достар, мынау өте керемет, шын. To breathe, but that's alright. Hush. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге бүгін мен Арсенчик KZ. Достар, бүгін мен Among Us ойында қалайынан тегін скин алуға болатынын үйрететін боламын достар. Оның екі жолы бар достар. Бірінші жолы достар бізге олсын Исправайтинг деген приложение керек. Оны достар Play Market'тен жүктеп ала аласыңдар. Болмаса осы видеоның астындағы яғни опцияда тұрған сілтеме арқылы жүктеулеріңізге болады достар. Достар, мен қазір сендерге ең алдымен өзімде ешқандай скин питоместер жоқ екенін көрсетемін. Найти игруды басамыз, кез келген біреуіне кіреміз. Миру дейді достар. Қазір кіреміз. Достар, мынау қап-қара болып тұр. По-моему, менде сет тартпай жатыр. Так, достар, бағанағы Мируді достар қап-қараң болып тұра бер. И достар, мен одан шығып кеттім дағы, қазір мынаған кірдім. Настя деген екен. Бұл жерде достар, мені қарыңыздар, менде жай ғана тегінге берілетін шляпалар бар. Ал питомес скин дегендер достар менде мүлдем жоқ достар. Мен сендерге осыны көрсету үшін ғана кірдім. Ал қазір болсақ достар, біз бұл жерден жай ғана шығып кете саламыз. Қазір достар, мен бағанағы Исправайтингке кірдім. Бұл жерге кірген кезде достар, біз мінекей мынаны басамыз. Осыны басамыз. Достар, бұны басқан кезде бізге дейтін көптеген файлдар шығарып береді. Және де достар, оның ішінен біз мінекей осының ішінен достар Android деген тауып алуымыз қажет. Мінекей тұр. Androidқа кірген кезде достар дата болады. Датаны басамыз. Осы датаның ішіндегі осы файлдардың арасынан достар com.innerloads.spacemafia деген болу керек. Міне тұр. Достар, осыны таңдаймыз. Міндетті түрде болуы тиіс. Бұл жерде файлды таңдаймыз. Файлдың ішінде Flower Pref деген болады. Яғни достар, бұл сіздің профиліңіз, яғни профилдің документі достар. Осының ішіне кіреміз, текстті таңдаймыз. Әрине достар, Исправайтингті таңдаймыз. И достар, бұл жерге кіргеннен кейін міне мына бұрышта тұрған қаламды басамыз. Достар, бұл мынау біздің мінекей. Мынау біздің нигіміз, мынандай, короче, өшіре салайын. Мінекей достар, біз мына нөлдерге келеміз. Мына соңында тұрған екі нөлге келеміз. Алдындағы нөлге достар, мен 10 деп жазайын. Екінші нөлге достар, бұл жерге 10 деп жазайын достар. Керісінше достар, мына жаққа 4 деп жазам достар. 4 бұл достар біздің питомесіміз, ал 10 болса ол біздің скиніміз болуы тиіс. Бірақ та достар, мен білмеймін. Сохранитті басамыз, яғни достар, мына жерде тұрған кассетаның суретін. И және де достар, бұдан шығып кетеміз де прямо Among Us-қа кіріп тексереміз. Так, достар, мен қазір Among Us-қа кірдім тексеру үшін. Кез келген біреуінің комнатасына кіреміз. И достар, қараңыздар, емeye достар, міне менің скинім, міне менің питомесім тұр қазір жанымда. Достар, мынау өте керемет, шын кәдімгі достар, мына питомеске кіреміз достар. Бұл жерде питомес достар сатып алынған деп тұрмайды достар. Питомесімді X дедім, жоққа жібердім. Достар, оны қайтадан Исправайтингке кіріп, жаңағындай мен айтқандай қайтадан істеп алсаңыздар болады. Ал достар, бүгін қазіргі менің бірінші туториалым бітті достар. Ал ендеше екінші туториалға кеттік достар. Ал достар, қазір мен екінші туториалды істеп жатырмын. Ол үшін достар, бізге Google-ға кіріп, скачать взломный Among Us деп жазу қажет, және де соны бастыру қажет. Не болмаса достар, осы видеоның астында тұрған опциядағы сілтеме арқылы өтіп, сол взломный Among Us-ты бастырып алсаңыздар болады достар. Достар, ол взломный Among Us-ты бастырмастан бұрын, біз осы жай ғана взломсыз Among Us-ымыз достар телефоннан өшіріп тастауымыз қажет. Әйтпесе достар болмай қалады, және де өшіріп тастағаннан кейін барып қана бастыруымызға болады достар. Ал достар, қазір мен взломный Among Us бастырдым. Бұл жердегі чит көк шашты қыз. Яғни достар, бұл читті басқан кезде осындай терезе ашылады. Оны жаба саламыз. Қазір достар, онлайнды басамыз, найти игруды басамыз. Кез келген бір комнатаға кіреміз достар. Менде достар шляпа, питомес, скин дегендер мүлдем жоқ. Яғни достар, біз қайтадан читқа кіреміз достар. Ең астында тұрған мінекей. Ең астына қарай түсеміз достар. Мына 3 кнопканы қосамыз. Және де бұл 3 кнопкалар достар, ең астында тұрған 2 кнопканың үстінде тұрған 3 кнопка. Сол үшеуін қосқан кезде достар, бізде ақшаға алынатын шляпалардың барлығы ашылады.
яғни достар, өзіңізге ұнаған шляпаны алып кие береміз. Өзіңізге ұнаған питомистерді де, скиндерді де алып кие берулеріңізге болады достар. Қазір достар, сары свет таңдайын. Осынан әдемі көрінетін сияқты достар. Ал достар, яғни менің бүгінгі екі туториалым орындалды. Яғни бүгінгі менің видеом аяқталды. Видеоға лайк басамыз достар, арнаға тіркелеміз, колокольчикті басамыз достар. Короче достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.